Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы адам организміндегі химиялық элементтер мен қосылыстар. Бүгінгі сабақтың мақсаты тағам өнімдерін химиялық заттардың жиынтығы деп түсіну. Бүгінгі сабақта адам организміне кіретін химиялық элементтерді білеміз. Тағам өнімдері химиялық заттардың адам организміне әсерін білеміз. Химиялық қоректік заттарды ажыратып, тағамның құнарлылығын анықтаймыз. Барлық тірі ағзалар өмір сүру үшін тамақтануы қажет. Неліктен? Осы туралы ойланып көрдік пе? Қарынның ашқандығын қандай сезім арқылы білуге болады? Шаршап немесе мазасыздық, ой шаршаңқылықтан ба? Көлік жүру үшін жанармай құю қажет. Ал біздің ағзамыз дұрыс жұмыс жасау үшін жақсы тамақтану қажет. Тамақтың әр түрімен тамақтану неліктен пайдалы? Егер тек шоколадпен немесе сәбізбен тамақтанатын болсақ, не болады? Әртүрлі тамақ өнімдерін тұтыну өте маңызды, себебі ағзаға керекті қажетті заттар тамақтың әр түрінде болады. Дұрыс тамақтануға қажетті заттар. Майлар, олар баяу бөлінетін энергия көзі. Көмірсулар, олар энергияны жылдам бөлу үшін қажет. Ал ақуыздар болса, өсу мен қалыпқа келу үшін қажет. Біздің ағзаларымызға дәрумендер мен минералдар да керек. Мысалы, Б дәрумені жүйе мен иммунды жүйе үшін аса маңызды. Кальций сүйек пен тістің саулығы үшін қажет минералдар болып табылады. Ақуыздар біздің тамақтану рационымыздың маңызды компоненті болып табылады. Организмді ақуыздың қажетті мөлшерімен күнделікті қамтамасыз етіп отыру өте маңызды. Салауатты өмір сүру үшін ересек адамдарға күніне ақуыздардың 70-тен 100 граммға дейінгі мөлшерін қабылдау қажет. Алайда ұлпалардың өсу процесі кезінде физикалық жаттығуларды орындағанда, жаралар емделіп келе жатқанда, сонымен қатар жүктілік кезінде аталған мөлшердің мәндері ұлғаяды. Тағам арқылы ағзаға түсетін ақуыздар ең алдымен ас қорыту жүйесінде бөлек амин қышқылдарға ыдырайды. Түзілген амин қышқылдары организмге қажет ақуыздарды синтездеу үшін құрылыс материалы ретінде қолданылады. Адам организмі күніне 300 грамм ақуыздар өндіреді. Ақуызға бай өнімдер қатарына ет, балық, ірімшік, жұмыртқа, сонымен қатар бұршақ тұқымдастар жатады. Әсіресе соя ақуыздарға өте бай. Ендігі кезекте, балалар, адам ағзасындағы химиялық элементтер. Адам өміріне қажетті үрдістерді жүзеге асырып, ағзаның толыққанды дамуын қамтамасыз ететін элементтер тобы өтеміз. Ағзадағы химиялық элементтер үшке бөлінеді. Олар макроэлементтер, микроэлементтер және ультрамикроэлементтер болып. Макроэлементтер көміртек, сутек, оттек, азот, фосфор, нәруыздің, нуклеин қышқылдарының және ағзаның басқа да биологиялық белсенді қосылыстарының құрамына кіреді. Нәруыздардың құрамында көміртектің 51%, оттектің 22-24%, азоттың 15-20%, сутектің 6,5-7%, күкірттің 0,3-2,5%, фосфор шамамен 0,5% кіреді. Су маңызды еріткіш және ол адамның мүшелерінде, ұлпаларында және биологиялық сұйықтықтарда әркелкі таралған. Келесі элементтер ферменттер, гормондар, дәрумендер құрамында болады. Химиялық элементтің адам ағзасында өмір сүру маңызына қарай екіге жіктеледі. Қоспалы элементтер және зерттелмеген қоспалы элементтер болып. Химиялық элементтер адам организмінде қанша пайызды құрайтынын көрейік. Темір элементтің рөлі денсаулық үшін өте зор. Егер темір жетіспесе, баршамызға белгілі анемия немесе қаназдық ауруы пайда болады.
Бұл элементтің ағзадағы тәуліктік мөлшері 11-30 мг. Адам қанының 3 граммға жуық темір бар. Оның мөлшері көрсетілген шамадан төмен болса, қанның қызыл жасушасының, яғни гемоглобиннің түзілуі нашарлап, тыныс алу функциясы төмендейді. Темір ағзаға сырттан түседі. Тамақтың құрамындағы темір ионы 12 елі ішектің жоғарғы бөлігін қанға сіңіреді. Темірдің ағзаға дұрыс сіңбеуі асқазандағы тұз қышқылының жетіспегеннен немесе темірдің асқазанмен байланысының нашарлауынан болады. Калий элементі мейізде 860 мг кездеседі, ал бананда 555 мг калий бар. Тәуліктік нормасы балаларға 800-1700 мг, ал ересек адамдарға 1800-2500 мг. Адамның клеткасында калий көп орын алады. Ол клеткалардың кеңістікте 40 рет үлкен болып келеді. Мырыш Е витаминінің метаболизмі үшін қажет. Келесі кезекте балалар, осы берілген сәйкестендіруді орындайық. Элемент атаулары мен пайыздық көрсеткіштерін сәйкестендіріңіздер. Өте жақсы балалар. Ендігі кезекте жауаптарымызды тексерейік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.